Мен қазір сізге 10 қарапайым сұрақ көрсетемін. Және кем дегенде біреуінен сіз қателесуіңіз де мүмкін. Бұл сұрақтар сіздің назарыңызды тексереді. Бірінші сұрағымыз. Қарама-қарсы бағыттағы автокөлік сол жақтағы шеткі жүру жолағынан жүріп өткеннен кейін сізге мотоциклді басып озуға рұқсат етіледі ме? Дәл уақытта біз қаланың сыртындағы жолда жүріп келе жатырмыз. 3 жолағымыз бар екен. Қаланың сыртында біз тек қана оң жақ жолақтармен ғана жүруіміз керекпіз. Мына тұрған екінші жолақ ол бізге басып озу үшін арналған. Және де үшінші сол жақ жолаққа қарама-қарсы автомобиліміз өтіп кеткеннен кейін мотоциклді басып озуға бізге тыйым салынады. Келесі. Көрсетілген жол белгісі қолданатын аймақта сізге дыбыс сигналын беруге рұқсат етіледі ме? Дыбыстық сигнал беруге тыйым салынатын жол белгіміз тұр. Бірақ жол көлік оқиғасының алдын алу үшін сигналды беруге болады. Д вариантын таңдаймыз. Келесі. Сізге осы белгілердің қолдану аймағында орналасқан жұмыс орныңызға баруға рұқсат етілген бе? Жұмыс күндері қозғалысқа тыйым салынатын белгі тұр. Бірақ кәсіпорындарда жұмыс істейтін болсақ, қызмет көрсететін болсақ, немесе осы жерде тұратын болсақ, бұл белгінің ережесі бізге ештеңені талап етпейді. Сондықтан кез келген күні жұмыс орнымызға баруға рұқсат етіледі. Келесі. Көрсетілген бағытта жүріп келе жатқан қай көлік құралының жүргізушісі ереже бұзуда? Нұсқау белгісі бойынша тек қана тура бағытта ғана жүруіміз керекпіз дейді. Бірақ нұсқау белгісінің ережесі маршрутты көлік құралдарына ештеңені талап етпейді. Өйткені олар өздерінің маршруты бойынша жүре алады. Сондықтан ережені бұзған тек қана қызыл автокөлік жүргізушісі ғана. Тура бағытта қозғалып келе жатқандағы сіздің әрекетіңіз. Жол қиылысында реттеуші тұр. Реттеушінің сигналы бойынша қолдары бүйірге қарай созылатын болса, немесе төмен түсірілген кезде трамвай тек қана тура бағытта, ал бізге тура және оңға жүруге болады. Бірақ бізде трамвай жүргізушіміз оңға бұрылғысы келгендіктен, ол өзінің реттеушінің сигналын тосуы керек. Демек, біз ешкімге жол берместен қиылыстан бірінші болып жүріп өтуіміз керекпіз. Көрсетілген траекториялардың қайсымен жеңіл автокөлік жүргізушісіне қозғалысын жалғастыруға рұқсат етіледі? Бұл жерге қарасақ, жолақ бойынша бағыттар көрсетілген. Оң жақ жолақтан тек қана оңға, сол жақ жолақтан тек қана тура бағытта ғана жүре аламыз деген сөз. Демек, солға және кері бағытта сол жақ жолақтан жүргізушіміз жүре алмайды. Келесі сұрағымыз. Сізге қиылысын артындағы аулаға кіруге рұқсат етілген бе? Тура алдымызда нұсқау белгісі тұр. Тек қана тура ғана жүруіміз керекпіз деген сөз. Бірақ бұл белгінің аймағы тек қана сол қиылысын бөлігіне ғана тиесілі. Демек, қиылысты өткеннен кейін аулаға кіруге рұқсат етіледі. Келесі сұрақ. Қай траектория бойынша тұрғылықты жеріне қарай жылжитын қызыл жеңіл автомобиль жол ережесін бұзбайды? Қызыл автомобильдің алдында нұсқау белгісі тұр. Оңға, солға және кері бағытта жүруге болатын көрсетіп тұр. Бірақ солға бұрылған кезде біз белгілі бір өзіміздің жолағымызды алуымыз керекпіз. Солға бұрылған кезде сол жақ жолақ, оңға бұрылған кезде оң жақ жолымызды алуымыз керекпіз. Мұнда бізде трамвайдың жолақтары болғандықтан, біз солға бұрылуымыз үшін трамвайдың жолына шығып бұрылуымыз керекпіз. Демек, А және С траекторияларымен жүруге бізге тыйым салынады. Оңға бұрылуға болады, ал тура жүруге бола ма? Тура жүрген кезде кіруге болмайды деген белгіміз тұр. Сіз қиылыста жүрісіңізді қандай бағытта жалғастыра аласыз? Алдымызда қозғалысқа тыйым салынатын белгі тұр. Ал екінші белгіміз сол жақ көрсеткішті көрсетіп тұр. Яғни солға бұрылуға тыйым салынатын білдіріп тұр. Жасыл автокөлігіміз тура оңға және кері бағытта ғана жүре алады. Келесі, соңғы сұрағымыз. Көрсетілген траекториялардың қайсымен сізге солға бұрылуға рұқсат етіледі? Ортаңғы жолақтан тура және солға деген жол таңбасы тұр. Бірақ солға бұрылуымыз үшін біз алдын ала сол жақ жолағымызды алуымыз керек болатын. Демек, екінші траектория бойынша түзу сызықты қию арқылы солға бұрылуға тыйым салынады. Бірінші траектория бойынша ше? Бірінші траектория бойынша да солға бұрылуға тыйым салынады. Біз тек қана тура бағытта ғана жүруіміз керекпіз, өйткені алдын ала сол жақ жолақты алуымыз керек болатын. Осымен 10 сұраққа да жауап беріп біттік. Ойлану арқылы кез келген сұрақтың шешімін табуға болады.